Ауылдағылар оны танымайды. Атырауда жоғалған отбасына қатысты тағы бір дерек белгілі болды. Атырау облысы Жангелдин ауылында жоғалған ерлі-зайыптының өліміне қатысы бар деп күдікке ілінген Сұлтан Сәрсемәлиев туралы жаңа ақпарат белгілі болды. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Журналист Жанат Жақсыбайқызы Курсив.медиа YouTube арнасына берген сұхбатында күдіктіні ауыл тұрғындарының ешқайсысы танымайтынын айтты. Күдікті Сұлтан Сәрсемәлиев деп жатыр, бірақ ауылда бірде-бір адам оны танымайды. Сұлтан бұл ауылға сирек келеді. Туыстары да оны жақын білмейді. Бұрын бір-екі рет көрген, одан кейін араласпаған, дейді журналист. Сондай-ақ анасының айтуынша, Сәрсемәлиев бұрын күзетші, жүк тасушы ретінде әртүрлі жерлерде жалдамалы жұмыс істеген. Тұрақты жұмысы болмаған. Журналист сондай-ақ жұбайдың психикалық диспансерде есепте тұрғанын, 4-ші баладан кейін сырқаттанғанын атап өтті. Келінім бар кезде де 5 баланы өзім қарап отырдым. Өйткені ол ауырады, деді Сәрсемәлиевтің анасы. Қазіргі уақытта оқиға бойынша тергеу жалғасып жатыр. Күдіктінің нақты қатысы анықталуда. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен істің қаншалықты күрделі екені байқалады. Ауыл адамдарының күдіктіні танымайтыны, туыстарының да жақын араласпағаны көп сұрақ тудырады. Бірақ соған қарап бірден қорытынды жасауға болмайды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Әр дерек тексерілуі керек. Мұндай ауыр қылмыстарда сезімге емес, нақты дәлелге сүйенген дұрыс. Журналист айтқан мәліметтер істің қаншалықты шатасқанын көрсетіп отыр. Бір жағынан марқұмдардың отбасы, екінші жағынан күдікке ілінген адамның өмірімен өткен жолы бар. Бұның бәрі сабырмен, заң аясында қаралуы тиіс деп ойлаймын. Жалпы бұл оқиға қоғамға тағы бір ой салғандай. Біз кейде бір адамның аты атала салысымен үкім шығарып қоямыз. Ал шын мәнінде әр істің ақ-қарасы тек тергеу мен сотта ғана анықталады. Психикалық жағдай, отбасындағы қиындықтар, тұрмыстық мәселелер бәрі есепке алынуы керек шығар. Құзырлы органдар істі ашық жүргізіп, нақты жауап береді деп ойлаймыз. Ең бастысы, бұл трагедиядан сабақ алып, енді мұндай жағдайлар қайталанбаса екен.